Армысыз құрметті көрермен, бүгін Қазақстанда маңызды саяси оқиға жалпы ұлттық референдум күні. Таңғы сағат 7-де еліміздің барлық өңірлерінде дауыс беру учаскелері ашылды. Сол сәттен бастап тәуелсіз байқаушылардың ақпараттық штабы да өз жұмысын бастады. Таңғы сағат 7-ден түнгі 12-ге дейін еліміздің әр өңірінен тікелей эфирде ақпарат таратып, саяси доданың өту барысын бақылап, ең маңызды жаңалықтарды сіздерге жеткіземіз. Қазір еліміз бойынша барлық сайлау учаскелері жұмыс істеп жатыр. Дауыс берушілердің қарасы минут сайын өсіп келеді. Тіпті кейбір өңірлерде сайлаушылардың ұзын сонар кезегі қалыптасқан. Оны мына видеодан да байқауға болады. Тем временем по всей стране открылись 10 401 участок, из них 622 специальные. Они расположены в родильных домах, воинских частях, медучреждениях и других организациях. Открылись специальные участки в 6 часов по времени Астаны, а обычные участки начали принимать граждан с 7 часов утра. Референдум продлится до 8 часов вечера. Стоит отметить, что в наблюдении за референдумом примут участие 359 международных наблюдателей от 10 организаций и 27 центральных избирательных комиссий иностранных государств. Освещать процесс будут 185 иностранных журналистов из 31 страны. Дәл қазір Астанадағы әріптесіміз тікелей байланыста. Еліміздің бас қаласындағы жағдайды толығырақ Жанель Қапанова айтып беруге дайын. Жанель, сіз қазір қай сайлау учаскесіндесіз? Астаналықтардың белсенділігі туралы не айта аласыз? Таңғы уақытқа қарамастан адамдар көптеп келіп жатқан шығар. Мирамгуль, доброе утро. Я нахожусь в Центральной избирательной комиссии, где уже прошли утренние брифинги. По последним данным, на сегодняшний день в республике открыты все 10 488 участков. В списке избирателей включены более 12 миллионов граждан. Выдано свыше 17 тысяч открепительных удостоверений. О зарубежных участках на брифинге рассказал заместитель министра иностранных дел Арман Исетов. По его словам, за рубежом работают 17 участков в 54 странах. Всего проголосовать смогут около 14 тысяч казахстанцев. Первыми голосование начали участки в Токио и Сеуле. Теперь же о столице. В Астане работает 501 участок, из них 395 стационарных и 106 участков временного пребывания. Утром на участках уже наблюдается активность горожан. В день референдума проезд в городских автобусах бесплатный. Первым проголосовавшим и тем, кто голосует впервые, вручают памятные подарки. Мы продолжаем работать и будем информировать вас обо всех новых данных в течение дня. Спасибо большое, Жанель. А мы продолжаем наш выпуск. И сейчас... Дәл қазір Петропавлда Астана уақыты бойынша барлық референдум сайлау учаскелері сағаты 7-де ашылды. Жалпы солтүстік Қазақстан облысында 581 референдум учаскесі жұмыс істеп жатыр. Оның 98-і Петропавлда шоғырланған. Теріскейдегі әріптесіміз 595-ші учаскеде референдум барысын бақылауда. Таңдау жасау орнында 23 мекен жай бойынша тұратын 1290 адам дауыс бермек. Таңсәріде бірінші келгендерге сыйлықтар да қарастырылған. Қаламыздағы нөмір 595-ші сайлау учаскесі облыстық балалар мен жасөспірімдер шығармашылығы орталығында шоғырланған. Қаланың қақ ортасында орналасқан бұл орталыққа дүйім жұрт таңғы 7-ден бастап келіп жатыр. Мұнда өз таңдауын 1290 адам жасамақ. Қазіргі уақытқа дейін 20 шақты адам өз таңдауын жасады. Облыстық референдум комиссиясы ұсынған ақпараты бойынша Теріскейде 581 сайлау учаскесі жұмыс істеп жатыр. Оның 98-і Петропавлда орналасқан. Жалпы аймақта дауыс берушілер тізімінде 364 767 азамат енгізілген. Қалада олардың саны 157 493 адамды құрап отыр. Саяси науқан басталмас бұрын айта кеткен жөн, наурыздың 14-іне дейін барлық азаматтарға SMS хабарлар. Батыс Қазақстан облысында да бүгін 489 референдум учаскесі жұмыс істеп жатыр. Олар таңғы сағат 7-ден бастап дауыс берушілерді қабылдап бастады. Дауыс беру учаскелерінің 14-і жабық, оның біреуі әскери бөлімінде, біреуі уақытша ұстау изоляторында. Ал 12-сі емдеу мекемелерінде орналасқан. Қазір Батыс Қазақстан облысында дауыс берушілер референдум учаскелеріне қарай ағылуда. Өңірдегі ахуалды тілшіміз толығырақ баяндайды. Бұл референдум учаскесі қаладағы
Орал политехникалық колледжінің қабырғасында орналасқан, ал колледждің өзі Орал қаласындағы адам көп жүретін, қимыл қозғалысы көп, қаладағы ең басты даңғылдардың бірі Абай даңғылында орналасқан. Бұл көшеде көп қабатты үйлер, жер үйлер өте көп, сондықтан да дауыс берушілер саны да көп болуы тиіс. Жалпы Батыс Қазақстан облысында 489 референдум учаскесі бар, ал Орал қаласының өзінде 136 учаске бар. Бұдан бөлек облыста 14 жабық учаске бар, оның біреуі әскери бөлімде, біреуі уақытша ұстау изоляторында, ал 12-сі емдеу мекемелерінде орналасқан. Жалпы облыс бойынша референдумға қатысу құқығы бар азаматтардың саны 4,446,391 адамды құрайды деді аумақтық референдум комиссиясы. Олардың ішінде 2254 адам ерекше жағдайды қажет ететін азаматтар санатына жатады деп есептеп отыр. Яғни мүгедектігі бар азаматтар. Естеріңізге сала кетейік, ерекше жағдайды қажет ететін азаматтардың референдумға қатысуына қолайлы жағдай жасау үшін аймақтық референдум учаскелерінің бәрі де бірінші қабатта орналасқан. Осы азаматтардың референдумға қатысуына қолайлы жағдай жасау үшін Орал қаласында инватакси қызметі ұйымдастырылып отыр. Жалпы қалада бүгін 70-ге жуық инватакси қызметі қызмет көрсетіледі деп жоспарланған. Сөз реті келіп тұрғанда облыстағы референдум комиссиясы туралы да атап өтейін. Жалпы Батыс Қазақстан облысында 489 учаскелік референдум комиссиясы бар. Комиссия мүшелерінің жалпы саны 3215 адамды құрайды. Оның ішінде 2905 адамның ірі электоралды науқандарды өткізуде тәжірибесі бар деп хабарлады аумақтық референдум комиссиясы. Батыс Қазақстан облысындағы референдумның өтуін байқау қызметін ұйымдастыру үшін 23 қоғамдық бірлестік арнайы тіркеуден өткен. Біз қазір Орал қаласындағы нөмірі 472-ші референдум учаскесінде тұрғанымызды айтқан болатынмын. Дәл қазіргі сәтте сағат 7-ден 20 минут кетті. Жалпы қала тұрғындарының бүгінгі саяси науқанға қатысу деңгейі өте белсенді, өздерінің таңдауларын жасап жатыр. Эфирімізді одан әрі жалғастырамыз. Талдықорғандықтарды таңмен таласа өз таңдауын жасауға референдум учаскелеріне асығуда. Жетісу облысының орталығында 68 сайлау учаскесі бар. Оның 63-і негізгі, 5-еуі жабық. Қанша дауыс беруші бар екенін өңірден байланысқа шыққан әріптесім айтып берсін. Қуаныш Серікқанов, сіз байланыстасыз. 138 мыңға жуық, яғни электораттың 3-тен 1 бөлігі облыс орталығында десек болады. Өңірде барлығы 468 референдум учаскесі таңғы сағат 7-ден есіктерін халыққа айқара ашты. Азаматтардың белгілі бір топтары үшін арнайы, яғни жабық 40 учаскесі қызмет көрсетеді. Олардың ішінде 21 учаскесі әскери бөлімдер мен шекара заставаларында, 10 учаске уақытша ұстау изоляторларында, 8 учаске емдеу мекемелерінде орналасқан. Барлық референдум учаскелері қажетті әдістемелік және ақпараттық құралдармен қамтамасыз етілген. Дауыс берушілердің қолайлығы үшін аудан қалаларда кол орталықтар қызмет көрсетеді. Бүгін күнге дейін олардың қызметіне 620 адам жүгінген. Тұрғындарға 3000-ға жуық референдум комиссиясының мүшелері қызмет көрсетеді. Дауыс беру күндерінде сайлаушыларды тіркеу үшін 186 онлайн сервис орталығы және Талдықорған қаласының 5 мектебінде 5 сервис орталық қызмет көрсетеді. Айта кету керек, бүгін Талдықорған қаласы мен аудан орталықтарында қоғамдық көлік халықты тегін тасымалдайды. Сондай-ақ инватакси қызметі, сурда аудармашылар мен әлеуметтік қызметкерлер де осы саяси науқанға тартылатын болады. Мендегі бар ақпарат әзірге осы. Көп рахмет, Қуаныш. О том, сколько избирательных участков в Западно-Казахстанской области и насколько активны избиратели в Уральске, расскажет Марина Горб. Из них 136 находится непосредственно в Уральске. Сейчас мы находимся рядом с 472-м избирательным участком. Он, как и положено, открылся в 7 часов утра. Первым посетителям здесь были предоставлены подарки. В целом здесь насчитывается порядка 1900 избирателей. Отрадно, что многие пришли именно к 7 часам утра, то есть к началу открытия участка. Это показывает гражданскую активную позицию наших избирателей. Многие приходят сюда семьями, приходят нарядными, приходят в хорошем настроении. Но, как рассказал председатель участка, для тех, кто сегодня не может по каким-либо причинам, в том числе по ограниченным физическим возможностям, посетить участок самостоятельно, будет организовано голосование на дому. Для этого необходимо было подать заявку заранее. Также стоит отметить, что в Западно-Казахстанской области в текущем году уделили особое внимание работе инватакси. Для этого также необходимо было подать предварительную заявку.
В целом, как отметил председатель участка, сегодня ожидается активная гражданская позиция, активное посещение. Причем стоит отметить, что погода, наверное, будет только этому способствовать, потому что уже сейчас мы наблюдаем небольшой мороз, но в течение дня ожидается потепление и ясная погода. Ну вот такая обстановка на сегодняшний день в Уральске. Спасибо. Спасибо, коллега, за предоставленную информацию. Уважаемые зрители, напоминаем, информационный штаб независимых наблюдателей сегодня работает с 7 часов утра до 12 часов ночи. В течение всего дня мы будем выходить в прямой эфир, подключать регионы страны и рассказывать о том, как проходит голосование, какая атмосфера на участках и насколько активно граждане участвуют в референдуме. Наши корреспонденты находятся непосредственно на участках и готовы оперативно делиться самой актуальной информацией. Мы с вами не прощаемся.